Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар. Бауырлар, бастамас бұрын ролигімізге лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, ұнап жатса, пікір қалдырып жатсаңыздар зор болар еді. Өйткені бұл роликтің таратылуына үлес қоссаңыздар, Аллахтың қалауымен сіздерге сауап жазылады. Лайым солай болғай. Ал біз бастайық. Альхамдулиллах деп айт. Аллаға сәжде қылып жүрсің. Одан күнәң үшін кешірім сұрап жүрсің. Оған сыйынып жүрсің. Оны мадақтайсың. Ал миллиондаған буддистер Буддаға сәжде қылып жүр. Күннен кешірім сұрап жүр. Әруақтарға сыйынып жүр. Жұлдыздарды мадақтап жүр. Онда сен альхамдулиллах. Сен анық ойлап, ақылмен салыстырасың. Ал миллиондаған адам психозбен, жүйке ауруымен және ессіздікпен ауруда. Олардың ойлары қиялдан туған сандырақ. Ал сен онда альхамдулиллах деп айт. Сен өз ойларыңды, сезімдеріңді, армандарыңды тіліңмен білдіре аласың. Ал миллиондаған адамдар болса, бірін-бірі ымдау арқылы түсінуге тырысуда. Өз қажеттерін түсіндіру барысында сен альхамдулиллах деген. Сен өз аяғыңмен намазыңа, жұмысыңа барып жүрсің. Көше бойы базар және үй ішінде жүріп жүрсің. Бөлмеден бөлмеге шауып жүрсің. Ал миллиондаған адамдар мүгедектер арбасына таңылған. Сен альхамдулиллах деп айт. Азан даусын және Құран үнін естисің. Өз балаларының, бауырларының, жақындарының даусын естисің. Құстар дыбысын, жауған жауын дыбысын, өмір үнін естисің. Ал миллиондаған адамдар болса, тыныштықтан басқа еш нәрсе естімейді. Сен альхамдулиллах деп айт. Таңертең көзіңді ашқанда, бұл жарық әлемді көресің. Әр түрлі жарқыраған, түрлі түстілерді көресің. Ал миллиондаған адам көздерін ашса, қараңғыдан басқа еш нәрсе көрмейді. Сен альхамдулиллах де. Сен тыныштандыру дәрілерсіз ұйықтай алмайтын адамдарды білесің. Тәбет ашатын дәрілерсіз дәм тата алмайтын адамдарды білесің. Депрессияға қарсы дәрілерсіз күле алмайтындарды білесің. Ал сен еркін ұйықтай, жей және еркін күле аласың. Сен альхамдулиллах де. Миллиондаған адамдар өзін өзі өлтіруде. Ал миллиондары ол жайында ойлауда. Олар мазасыздық, кедейшілік және ауру күйін кешкен. Ал сен ол жайында ойланбайсың да. Сен альхамдулиллах деп айт. 5 миллионнан астам адам Аллаға сәжде жасамайды. Ал сен дәл қазір намазыңды оқып болдың. Онда сен альхамдулиллах де. Шамамен 300 миллионнан астам адам толық және жартылай кереңдікпен ауруда. Бірақ Алланың қалауымен сен олардың қатарында емессің. Сен альхамдулиллах деп айт. Сен жақсы көре аласың. Ал бір адам бар, оның жүрегі көре алмастыққа толы. Сен шындықты айтасың. Ал бір адам бар, оның өмірі өтірікке толы. Сенің жақсылыққа үмітің бар. Ал бір адам бар, оның болашақтан үміт үзілген. Сен альхамдулиллах деп айт. Сенің анаң бар, ал біреу болса анасынан титтайынан айырылған. Сенің әкең бар, ал біреу өмірінде оны көрмеген. Сенің бауырың бар, ал біреу бауырдың бар болудың қандай екенін де білмейді. Сенің әпкең бар, ал біреу одан тым ерте айырылған. Онда сен альхамдулиллах де. Біреу бар, ол бір күнде болса ораза тұтқысы келеді, бірақ қолынан келмейді. Ал біреу садақа бергісі келеді, бірақ оның берері жоқ. Ал енді біреу умраға баруды армандайды, бірақ мүмкіндігі жоқ. Ал сенде мүмкіндік те, дүние де бар. Сен альхамдулиллах деп айт. Сен мешіттерді жақсы көресің. Онда сен намазбенен, Құранменен, Алланы еске алуменен уақытыңды өткізесің. Ал біреу бар, ол мешітке бас сұқпайды, және ол алыстан мешітке күнәһар көзбен қарайды. Сен альхамдулиллах де. Сен Алла сөзін оқисың. Ол жайында ойланып рахаттанасың. Ал біреу бар, ол аяттар мен шариғатты мойындамайды, және ол Құран оқу мен онымен өмір сүруді артта қалушылық деп есептейді. Ал сен ондай емессің. Онда бәріне альхамдулиллах деп айт. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.